Баршаңызға сәлем достар, сіздермен осындай тәтті пончики дайындаймыз. Менің видеомды соңына дейін көріңіздер. Достар, алдымен керек заттарымызды дайындап аламыз. 4 жұмыртқа, 1 банка сгущенка, 10 грамм қамыр қопсытқыш, жарты шай қасық тұз және де қалауымызша ұн қосамыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып, бір келкі болғанша араластырамыз. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып алған соң 1 банка сгущенка қосамыз. Және де сгущенканың үстінен қамыр қопсытқыш пен жарты қасық тұзымызды қосып араластырамыз. Достар, ендігі кезекте дайындап алған ұнымызды қосып, өте жұмсақ қып қамырымызды илейміз. Міне достар, қамырымыз өте жұмсақ болып осылай шығады. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын. Енді үстінен ұн сеуіп, қатты жұқа қылмай қамырымызды жаямыз. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырымыз өте жұмсақ, тез әрі оңай жайылады. Сіздер де осылай жаюға тырысыңыздар. Достар, мен осындай формадағы ыдысты тауып алдым және де осылай жайылған тестамызды үстінен басып домалақтап шығарамыз. Мінекей достар, дөңгелектерімізді осылай кесіп дайындап алып, ортасынан кішкентай дөңгелектерді бөліп алып шығу керек. Достар, біздің пончикиларымызды кесіп дайындап алдық, енді майға пісіреміз. Мінекей достар, біздің дәмді пончикиларымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер.